Бүгін біз бүйрек жасаймыз. Бүйрек жасау үшін малдың шек-қарны керек. Шек-қарынды жуып тазалап майға қуырып аламыз. Енді бүйректің қамырын дайындаймыз. Қамыр жасау үшін бізге ұн, май, сүт, жұмыртқа, тұз және қант керек. Қамыр жасау үшін барлық қажет заттарды қосамыз. Қамырды жақсылап басу керек. Қамырды екіге бөлеміз. Сосын оны жаямыз. Енді етті қамырдың ішіне саламыз. Майымыз қызды, енді бүйректерді қуырамыз. Астарыңыз дәмді болсын.